қазақ елім. Анда-санда далаға шығып жүрдік қой. Германиядан мынандай пышақ алып едім өзіме. Байланысты. Сүртіп жіберейін. Талқан болады. Мына пышақ болғанда, мынау деген МВХ Инкорп Компани. Мына МВХ деген компания, ол деген немістердің несіне, военныйларына бәрін істейді. Киімін бәрін. Андай пышақ алып едім. Адам соятын пышақ болмаса, былай көп пайдаланбайсың, но әдемі болғасын алып едім, әдемі болғасын, сосын неді, надежный, далаға бір жерде қалып қойсаңыз, мынаны ашып аламын, бәрі шығады, пластмасса, бір несі клинол қалады, тек темір. Мына пышақты алып едім, қараңыз, сосын мына жерде несі бар, егелі. Военный болғасын, көп неге пайдаланбайсың, нан кесуге болады бір. Нан кесіп, тушенка ашпасаң, басқа лезzetке пайдаланасың. Құрметті қазақ елім, мынандай заттардың бәрін ең жақсы заттар ғой. Мынаған уже 7 жыл болған шығар мына пышақ. Мынандайға білмеймін, именно немістердің несін аламын да көбіне. Немістердікі болсын. Біздің ауылдан қолдан істеген заттар, жақсы заттар бар, бірақ та оған көп сенбеймін. Военный затқа көп сенемін. Военный болғасын, военный болады. Бұлай ілгеп аламын неге? Аман болыңыз, құрметті қазақ елім, аман. Қайда жүрсеңіз де.